Сәлеметсіздер ме балалар, менің арнама қош келдіңдер. Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тіл пәнінің 1-ші бөлімінің 20-ші сабағын өтетін боламыз. Олай болса, сабағымызға кіріспес бұрын менің каналыма тіркелмеген болсаңдар тіркеліп, видеомызға лайк басып қойыңдар. Алдағы уақытта сендер үшін көптеген пайдалы видеолар шығатын болады. Олай болса, 5-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді тыңда. Өлеңіміздің тақырыбы балақай. Бүлдірген тереміз балақай. Алақай, ат жарыс көреміз. Балақай, алақай, айға ұшып барамыз. Балақай, алақай, кел, ағаш жарамыз. Балақай, әй атай. Бұл өлеңнің авторы Қадыр Мырза Әли екен. Балалар, ендеше тапсырмаға назар аударайық. Өлең мазмұнына сәйкес келетін қаратпа сөзі бар сөйлем сызбасын тап дейді. Балалар, бұл жерде бірінші сызба біздің бірінші сөйлемімізге сәйкес келеді. Яғни, бүлдірген тереміз балақай деген сөздер сөйлем біздің бірінші сызбамызға сәйкес келіп тұр. Яғни, бұл жерде шеңбердің ішінде қаратпа сөз болу керек. Яғни, балақай деген сөз қаратпа сөз болып саналады екен. Сол себепті осы сызба біздің бірінші сөйлемімізге сәйкес келеді. Енді 6-шы жаттығуға назар аударайық. Сөйлемді қаратпа сөзбен толықтырып шығыз дейді. Бірінші сөйлемге біз балам деген немесе әке деген сөздерді қоюымызға болады. Яғни, әке, мені көшеден өткізіп жіберші. Не болмаса, балам, мені көшеден өткізіп жіберші. Енді екінші сөйлемге терезені дұрыстап жапшы, Асқар. Неге бұл Асқар деген балаға қаратып айтылып тұр екен. Ал үшінші сөйлемге, я балам, оқып жүрсің бе? Неге бұл балаға қаратылып айтылып тұрған қыстырма сөзді, қаратпа сөзді біз осы сөйлемге жаңағыдай толықтырдық. Осы сөйлемді сондай қаратпа сөздермен толықтырдық. Енді 7-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Кәкеннің демалысы кезінде әкесі ертең жолға шығамыз, балам. Тағы да тауға шығып кетпе, деді. Қайда барамыз, көке? Деді Кәкен. Ауылға барамыз. Бабаңа сәлем беріп, батасын алып қайтамыз. Баба деген кім ол, көке? Бабаң әкеңнің атасы, атаңның әкесі. Балалар, енді тапсырмаға назар аударайық. Мәтіндегі негізгі ойды анықта, соған байланысты өз ойыңды білдір дейді. Балалар, бұл жердегі негізгі ой, яғни үлкен кісілерге әрдайым олардың қал жағдайын сұрап, олардан хабар алып, оларға сәлем беріп, арнайы уақытымызды бөліп жүруіміз керек екен. Және де үлкен адамның батасын алуға, үлкен адамның алғысын алуға әрдайым асығуымыз керек екен. Яғни, бұл мәтіндегі негізгі ой осындай екен. Және де мәтіннен маңызды ойды білдіретін сөйлемді тап дейді. Бұл жерде ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп, батасын алып қайтамыз. Мінеки бұл жердегі негізгі ойды білдіретін сөйлем осы екен. Балалар, бұл мәтінде де көптеген қаратпа сөздер бар екен. Балалар, қаратпа сөз дегеніміз не еді? Біреудің назарын өзіне аудару үшін, біреуді өзіне қарату үшін қолданылатын сөздер. Мысалы, әже, ертегі айтып беріңізші. Біз бұл сөзді кімге айтып тұрмыз? Әрине, әжеге айтып тұрмыз. Әже, ертегі айтып беріңізші деген кезде әжесінің назары ауады, ол балаға назары ауады, яғни әжесі оған қарайды. Яғни, мінеки біреудің назарын өзімізге аудару үшін, біреуді өзіне қарату үшін айтылатын сөздерді біздер қаратпа сөздер деп айтады екенбіз. Яғни, бұл мәтінде де көптеген қаратпа сөздер бар екен. Мысалы, балалар, екінші сөйлемде ертең жолға шығамыз, балам. Тағы да тауға шығып кетпеді, деді деген сөйлемде біз қаратпа сөзді табуымыз керек, балалар. Қанекей, бірге табайықшы. Бұл жерде балам деген сөзде сөз қаратпа сөз болып тұр, яғни баласына қаратып айтылып тұр. Және де қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келетін болса, ол сөздің екі жағынан да үзір қойылады. Біз оны 19-шы сабақта айтып өткен болатынбыз. Яғни, бұл сөйлемде балам деген сөз сөйлемнің арасында кездесіп тұр. Сол себепті біз қаратпа сөйлемнің екі жағына да үтір қоямыз.
Енді келесі. Қайда барамыз, көке? Міне бұл сөйлемде ең соңғы сөз, яғни көке деген сөз, көкесіне қарап айтылып тұр. Бұл қаратпа сөз болып саналады. Ал қаратпа сөз сөйлемнің соңында келсе, онда қаратпа сөздің алдынан үтір қойылады, яғни көке деген сөздің алдынан үтір қойып тұрмыз. Және де баба деген кім ол? Көке. Бұл сөзде де көке деген сөз қаратпа сөз. Және де сөйлемнің соңында келіп тұрғандықтан қаратпа сөздің алдына үтір қоямыз, яғни ол дегеннен кейін қаратпа сөздің алдына үтір қоямыз. Мінекей 7-ші жаттығуымызда осындай қаратпа сөздер бар екен. Енді 8-ші жаттығуға назар аударайық. Сұхбатты оқып, одан әрі жалғастыр дейді. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Себебі туған жерің кіндік қаның тамған жер. Туған жердің тауы да, тасы да ыстық. Балалар, мінекей, сұхбатты осылайша жалғастырдық. Енді жаңағыдай тапсырмасына назар аударайық, Сұхбаттағы екінші сөйлемді қаратпа сөзі бар сөйлемге айналдыр дейді. Балалар, бұл жерде сұхбаттағы екінші сөйлем қайда? Бірінші сөйлем ата, ең қымбат нәрсе не? Ал екінші сөйлеміміз туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Мінекей осы сөйлемді біз қаратпа сөзі бар сөйлемге айналдыруымыз керек. Біз бұл сөйлемді балам, туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ деп қаратпа сөйлем қосуымызға болады екен. Яғни балам деп біз қаратпа сөз қостық. Және де қаратпа сөзді біз сөйлемнің ең бірінші сөзіне қойғандықтан, сөйлемнің ең басында келетін болса қаратпа сөз, одан кейін үтір қойылады, яғни балам дегеннен кейін біз үтір қоятын боламыз. Не болмаса, туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ, балам деп ең соңына қоюымызға болады екен қаратпа сөзді. Ал қаратпа сөз сөйлемнің ең соңында келетін болса, үтір қайда қойылатын еді, балалар? Қаратпа сөздің алдына қойылады, яғни еш нәрсе жоқ дегеннен кейін біз үтір қоятын боламыз. Мінекей балалар, біз осылайша сұхбатымызды қаратпа сөздерді қатыстырып толықтырдық. Балалар, олай болса, сендерді 21-ші сабаққа дейін асыға күтетін боламын. Ендеше сау болыңдар.